Бүгін біз сіздермен Тараз қаласындағы ең үздік сәулет өнері Қарахан кесенесіне бірге саяхат жасаймыз. Ендеше кеттік. Тараз қаласының тасын түртсең тарихтан сыр шертеді. Оған әлі талай куәде боласыздар. Ал қазір жан жағыма қарасам, тек тарихмен емес, әсемдігінен де ешбір қала жетпейтін секілді. Орта ғасырлық үлгідегі субұрқақ, қазақ халқының қасиетті қобызы, құмырадан көмкеріле төгілген гүлдер. Қандай ғажап, құдды бір ертегі әлеміздегіндей. Осы ертегі әлемі мен орта ғасырдың ортасы бірнеше ғана қадам. Ендеше сол орта ғасыр ескерткішіне қарай жол тартайық. 1836 және 1936 жылдары қаламыз Әулие-ата деп осы Қарахан бабаның құрметіне қойылған. Кесене Қарахан мемлекетінің негізін салушы Саттық Боғра ханның шөбересі Шах-Махмұд Қараханға арнайы тұрғызылған. Кейбір деректерге сүйенетін болсақ, Тараздағы Қарахан баба мазарында жатқан адам қарлық билеушісі болған және Қарахан мен Қадырхан титулын иемденген Саттық Боғра Қараханның атасы Құлбүлге Қадырхан болуы мүмкін деген тұжырымдар да бар. Себебі ең алғаш ислам дінін де осы кісі қабылдап, оны ұрпақтарынан мирас еткен. Сол жолды ұстанған немересі Саттық Боғра хан да ақыры ислам дінін мемлекеттік дін ретінде жариялап, дін үшін атасының жолын қуып, ғазауат соғысын жүргізді делінеді. Кесененің алғашқы нұсқасы біздің заманымызға жетпеген. Кесененің түп нұсқасы мен сәулет ерекшеліктерін 1902 жылы түсірілген фотосуреттерден ғана көре аламыз. Фотосуретте кесененің формасы шаршылы болып келеді және ол түрлі кірпіштермен өрнектелгендігін көреміз. 1961 жылғы зерттеулердің нәтижесінде 30 түрлі терракоттар кесенені безендіруге қолданылған. Қарахан бабаны қасиет тұтқан әулие санаған халық 1906 жылы өз күшімен бұрынғы кесененің орнына жаңа кесене тұрғызды. Қазір бұл жер бесік орналасқан орталық залы. Үш бұрышында 3 хужра бөлмелері бар порталды күмбезді құрылыс. Хужра бөлмесінің төбесінде Қарахан ескерткішінің кірпіштері сақталған. Қарахан кесенесінің қабырғалары патшалық кезеңнің кірпіштерімен өрілген. Күмбезі мен аркалық ойықтары ғана 11 ғасырдағы кірпіш плиткалармен салынған. Кіреберіс маңдайшасында Алладан басқа құдай жоқ, Мұхаммед оның елшісі деген Құран сөздері өрнектелген. Соңғы қайта жаңғырту жұмыстарын Тараз қаласының 2000 жылдық мерекесіне орай 2002 жылы республикалық қаз қайта жаңғыру мекемесі жүргізді. Қарахан баба туралы аңыз әңгімелер де жетерлік. Аң патшасы арыстанды қолға үйретіп атша жетектегенде мысалдар бар. Қарахан бабамыз махаббатқа да адал болған жан. Әлем бойынша махаббаттың символы ретінде орнатылған күмбез туралы келесі бағдарламада көреміз. Жіберіп алмаңыздар. Ал Тараз қаласына келсеңіз, міндетті түрде Қарахан кесенесіне келіңіз.